sabah? Қазақ тілі. Және қай бөлімде жүрміз? Ата бабам. Өте жарайсыздар. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз болымды және болымсыз етістік. Ал енді сабағымызды бастамас бұрын орнымызда тұрамыз. Бір-бірімізге көңіл сыйлаймыз. Көңілімізді көтеріп алып. Көңіліміз көтерілді ғой, жарайсыздар, отырамыз. Енді балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсатына назар аударамыз. Мақсатты оқимыз. Тыңдаған материал бойынша тірек сөздерді белгілеп ашық және жабық сұрақтарға жауап беру. Бұл жерде біздің мақсатымыз не екен бүгінгі сабағымыздың? Ашық және жабық сұрақтарға жауап беру және тірек сөздерді белгілеу. Екінші мақсатымызға назар аударайық. Дәптерге бас әріпі, кіші әріпі, екілі мен мөлшері сақтап, көрпе, өкпе және белгілі жазу арқылы белгілеу. Бұл жерде екінші мақсатымыз кең жолды дәптерде әдемілеп, сауатты етіп жазу. Өте жарайсыздар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды өтпестен бұрын біз өткен сабақтарға шолу жасаймыз. Ол 10 саусақ әдісі. Бұл жерде сендерге тақтада саусақтар қол алақан берілген. Сол алақандарға қолдарыңды қоя отырып, сұрақтарға жауап бересіңдер. Ал кім шығады? Айзеке шығады. Қазақ тілінде неше сөз табы бар? Қазақ тілінде 4 сөз табы бар. Атап айт. Зат есім, сын есім, сан есім, етістік. Өте жарайсың, керемет. Дұрыс айтты ғой, иә? Келесі, екінші топтан шыға ғой. Аяулы шықсын. Есіңізге сақтап отырамыз, айтылған сұрақтар. Зат есім дегеніміз не? Зат есім дегеніміз заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Сұрақтары зат есім кімдер не нелер? Өте жарайсың. Келесі, үшінші топтан шыға ғой. Бегінді шыға. Сан есім дегеніміз не? Заттың сапасын түсін білдіретін сөздерді сын есім дейміз. Сұрақтары қандай, қай? Өте жарайсың. Өте тамаша. Төртінші топтан шыға ғой. Сан есім дегеніміз не? Сан есім дегеніміз санның ретін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Мысал келтір. Сан есім айтты, сандар айтты. Бір, екі. Өте жарайсың. Отыра ғой. Келесі, тағы шығады. Рамазан шығады. Етістік дегеніміз не? Заттың іс-қимылын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты. Өте жарайсың. Тағы шығады. Диана шығады. Етістік түрлері. Негізгі, туынды, дара, күрделі. Мысал келтір. Етістік. Не істеді? Жүгірді, отырды. Отыра ғой. Жарайсың. Енді балалар, бұл тапсырманы болса, тақтаға экранға
Sürekli yetiştik. Tabii. Sugarıp geldi. Oturalım. Kelesi bir. Maksat ağaçta sınırı uzattı. Sınırı uzattı. İstedi, sınırı uzattı. Kelesi üçüncü suretli. Akşelim. Maksat Demin. ağaçta sınır aktivite. Aktivite. Yetiştik. Tabii şu şey. Aktivite. Suratlı. İstedi, aktivite. Aktivite. Dur. Dört stoplar. Namazı. Arman sarbaktı. Sırmen sırladı. Yetişti, sırladı. Sıra koyalım. Yetişti. Görüş ballar, bugünkü sabahımız yetiştik eken ya. Bolumdu және bolumsuz yetiştik takırımız. Endi osu suretke karay oturup bolumda yetiştik және bolumsuz yetiştik kurayықшы. Bolumda yetiştik. Kuy, bolumsuz kuyma. Sınırma. Demek ballar bugünkü takırımız yetiştikten bolumdu және bolumsuz yetiştik türleri. Endi ballar yetiştik ballar тұлғасына қарай негізгі туынды болып бөлінер екен. Құрамына қарай дара күрделі және мағынасына қарай болымды және болымсыз болып бөлінеді екен. Енді сендерге балалар топтық тапсырма беремін. Бұл топтық тапсырманың мақсаты суретке қарай отырып болымсыз етістік құрау. Алып кеттік топтық тапсырма. Бұл жерде 3 баллық беремін. 3 балл жинайсыздар. Сендерге бағалауға жауап бергендеріңе қарай күлтешелер беремін. Сол күлтешелерді жинау арқылы біз не жасаймыз? Гүлдің суретін жасырамыз. Жылдамдатамыз балдар. Üçüncü top oldu. Dördüncü top oldu. Yedinci. Birinci top üçüncü oldu. Yedinci top жылдамдатамыз. Birinci болған топ оқыңдаршы. Оқимыз. Жазған нелеріңді оқып шығыңдар. Балықты қолмен аулана, ағашты бостан сыздырма, күзді аяқтан баспа. Дұрыс па, я? Сендерге қандай балл береміз? Жасыл 5. Келесі екінші болған топ оқыңдар. Балықты қолмен аулама, ағашты босқа сындырма, күзді басқа. Өте дұрыс, я? Дұрыс па, тыңдадық па? Үшінші топ, төртінші топ. Қандай балл береміз? 2, 1, 3. Қандай балл береміз? 3 деген балл береміз. Өте жақсы, жасыл. Келесі, оқимыз. Оқы. Балықты аулама,